Құрметті оқушым, армысың? Бірінші сабаққа қош келдің. Бүгін біз ағылшын тілін үйрену жолындағы қызықты да пайдалы саяхатымызды бастаймыз. Және бір ай бойы әр күн сайын бірге боламыз. Ағылшын тілі әлеміне толықтай кірмес бұрын ең маңызды сәттерін айтып кеткім келеді. Бұл сабақтарды қолдану нұсқаулығы. Себебі мен үшін сенің әрбір уақытың тиімді әрі нәтижелі өткені маңызды. Ал нәтижеге жетуің үшін сәйкесінше нұсқаулықтар мен ережелерді ұстануың керек. Ең алдымен өз-өзіңді ұйымдастыру туралы айтқым келеді. Бұл сен үшін де, мен үшін де ең маңыздысы. Бұл курс жүйелі дайындықты қажет етеді, әр күн сайын. Яғни қандай көңіл күйде екеніңе қарамастан, тіпті шаршап тұрсаң да, көңіл күйің болмаса да, әр күн бір сабақтан көріп отыруың керек. Мақсатыңа жетуің үшін шаршамай еңбек етуге ниеттен. Әр күн бір сабақ. Бұл әдет шынымен де нәтиже беретін методиканың ең маңызды қағидаларының бірі. Бір ай бойы әр күн сайын бірге дайындалатын боламыз, және курсымыз 4 аптаға бөлінген. Бірінші аптада to be етістігі туралы өтеміз. Екінші аптада осы шақ туралы өтеміз. Үшінші аптада өткен шақ туралы өтеміз. Және төртінші аптада келер шақ және материалдарды бекіту. Әр апта 5 сабақтан және 2 өздік жұмыс жасау сабағынан тұрады. Яғни бұл сабақта өткен сабақ бойынша көбірек практикалық жұмыс болады. Менен тапсырма жауаптарын алатын боласың. Өзің тапсырманы орындап, өзің тексересің. Сондықтан демалыс күндерде тапсырма орындауға дайын бол. Әр күн бір сабақ. Сонымен қалай осы сабақтарды дұрыс қолдану керектігі туралы нұсқаулық. Ең біріншісі және ең маңыздысы бәрін дауыстап айтып отыру. Ағылшынша көрген, оқыған нәрселеріңді ауызша оқып, айтып отыру керек. Бұл өте маңызды. Бірақ ең маңыздысы жай ғана ақырындап айтып қана қоймай, ести алатындай, түсіне алатындай нақты, анықтап, дауыстап айтып отыру керек. Сонымен қатар сабақты паузаға қоймай, бірден толық көріп шығуың керек. Егер тоқтатып қойып, назарың басқаға ауып кетіп отыратын болса, онда берілген информацияның жартысын қабылдамай қаласың. Сенің назарың 100% сабақта болу керек. 25-30 минут отырып дайындалу керек болады. Үшіншісі, бірінші рет сабақты толық көріп шыққанда ештеңе жазудың қажеті жоқ. Бұл өте маңызды. Барлық керек информацияны, жаттау керек сөздерді сабақтың соңында аласың. Сондықтан артық нәрсені жазудың қажеті жоқ. Тек мен айтқан кезде ғана жазсаң жеткілікті. Мысалға, тапсырма орындағанда немесе тыңдалым тапсырмасы кезінде. Жаныңда әрдайым қалам мен қағаз болған абзал. Ал екінші рет тыңдағанда, көргенде дәптеріңе өзіңе керек жерлерін тоқтатып, түртіп алсаң болады. Төртіншісі, мен назарыңды аударған нәрсеге көңіл бөліп отыр. Ол да өте маңызды. Егерде сабақта түсінбеген жерлерің болса, бірақ мен оны түсіндірмеген болсам, онда оған тұрып қалудың қажеті жоқ. Тоқтамай жалғастыра бер. Мен неге назар аудартып жатқаныма мұқият болып, соған еріп отыр. Бесіншісі, ештеңені талдаудың қажеті жоқ. Сен тек берілген информацияны аласың және тек қана саған жасау керек тапсырманы орындайсың. Бұрын не үйренгеніңді, қалай түсіндіргенін еске алудың, салыстырудың қажеті жоқ. Тек берілген информацияны ғана қабылда. Мен беремін, сен қабылдайсың. Алтыншысы және ең соңғысы, барлық керек білімді сабақтан аласың. Ешқандай кітап немесе анықтамалықтың қажеті жоқ. Егерде берілген тапсырма жеткіліксіз сияқты болса, интернетке кіріп қосымша материалдар іздеп, өзің ор қазудың қажеті жоқ. Сабақта берілген тапсырмалар сенің өзіндік жұмысың үшін жеткілікті. Курс барысында тек сөздік қолдансаң болады, егер сөздерді білмей жатсаң, немесе қалай оқуын білмей жатсаң. Міне, осындай қиын емес нұсқаулық. Ал енді бірінші сабағымызға кірісейік. Кеттік. Сонымен бірінші сабағымызды бастаймыз, және бірінші аптамызда тек қана to be етістігімен жұмыс жасайтын боламыз. Назарыңды to be етістігіне аударып отыр. Бірінші апта толықтай to be етістігі туралы өтеміз. Талдаймыз, жетілдіреміз және автоматты түрде қолданылғанға дейін жаттығатын боламыз. Алдымен есімдіктерді бірге еске түсіріп алайық. Есімдіктерді білесің деп ойлаймын, сонда да еске түсіріп, тексеріп алайық. Қазір сен экраннан сөздерді көретін боласың. Осы есімдіктерді ағылшын тілінде айту керек болады. I, you, Ол деп олға қалай айтамыз?
he қызға, she затқа, it we they. Енді тапсырманы кішкене күрделендірейік. Енді сөз тіркесін аударатын боласың. My bag. His jacket. Their car. Her ring. Your phone. Your glasses. My place. Жақсы, керемет. Біз сенімен есімдіктерді еске түсіріп алдық. Егер де араларыңда өте оңай ғой дейтіндер болса, есіңе салып қояйын. Біз енді қыздырынып жатырмыз. Бүгін бізде бірінші сабақ. Барлығы бірте-бірте болады. Алдымен жақсылап қыздырынып, дайындалып алу маңызды. Ары қарай біртіндеп қиындай береді. Сондықтан назарыңды басқа нәрсеге аударма. Естеріңе салып қояйын, бүгін біз осы шақтағы to be етістігін өтіп жатырмыз. Сонымен to be етістігі болу және болып табылу деп аударылады. Есімдіктерге қарайық, оларды білесің, ал енді мұқият бол. To be етістігінің есімдіктерге қарай қалай түрленетініне назар аудар. I am, he, she, it, is, you, we, they, are. Енді осы кестеге мұқият анықтап қарап, қайталап шық. Ал енді сенімен to be етістігі осы шақта не үшін керек екенін еске түсірейік. Ағылшын тілінде сөйлемдерде міндетті түрде бастауыш және баяндауыш болу керек. Бастауыштан кейін екінші орында міндетті түрде баяндауыш келеді. Жай ғана жаттап ал. Ағылшын тілінде баяндаушысыз, яғни етістіксіз сөйлем болмайды. Ал кеттік, мысалдармен көрейік. Менің атым Қасым. Бастауышты іздейміз. Атым, баяндаушты іздейміз. Ал бізде бұл жерде баяндауыш жоқ. Қазақ тілінде баяндауыш жасырын келеді және сызықшамен беріледі көбінесе. Бірақ біздің есімізде болу керек. Ағылшын тілінде міндетті түрде баяндауыш болу керек. Міне осы кезде бізге көмекке to be етістігі келеді. Ол баяндауыштың орнына жүреді. Бастауыш. Екінші орында баяндауыш болу керек. Біз is көмекші етістігін қоямыз. My name is Қасым. Ол қыз әдемі. Бастауыш. Қыз. Енді баяндауышты іздейміз. Бұл жерде жоқ. Кеттік, аударып көрейік. The girl beautiful. Және to be етістігін қоямыз бұл жерге. The girl is beautiful. Ал енді жай сөйлемдерден бастайық. Енді өзің аудара бастайсың. Сонымен бірінші сөйлем. Мен бақыттымын. Сөйлемді аудару үшін сенде бірнеше секунд бар.
кестеден I, яғни мен есімдігін қараймыз, және to be етістігі қалай өзгеретініне қараймыз. Және орнына қоямыз. I am happy. Бұл менің сөмкем. It қандай to be етістігі келеді итпен? Is. It is my bag. Менің сөмкем көк. My bag is blue. Бұл оның күртешесі. It is his jacket. Оның күртешесі жылы. His jacket is warm. Бұл олардың көлігі. It is their car. Көлік жаңа. The car is new. Енді елестетіп көр, сен кинотеатрға келдің, және сенің орныңда біреу отыр, және саған айту керек. Кешіріңіз, бұл менің орным. Excuse me, it is my place. Бұл менің жол сандығым, яғни чемодан. It is my suitcase. Ол ауыр. It is heavy. Heavy, ауыр. Олар Испаниядан. They are from Spain. Менің қарным аш. I am hungry. Мен осындамын, есікті аш. I'm here, open the door. Мен дайынмын. I am ready. Олар бос емес. They are busy. Олар конференцияда. They are at the conference.
Тағы да еске саламын, to be етістігін шатастырмау үшін сөйлемде бастауыш пен баяндауышты, яғни етістікті ізде. Ал енді сенімен тыңдалымдағысын дамытайық. Бізге осы бастан ақырындап ағылшын тілінде сөйлеушілердің айтқанын тыңдап үйрене беруіміз керек. My, your, his, her. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. Енді міндетті түрде қысқартылған сөздерге назар аудар. Ағылшындықтар қалай to be етістігін қысқартатынына назар аудар. Олар what's деп айтады. Себебі бұл айтқан what is дегенге қарағанда тез әрі оңай. Мысалға, what's your name? Сенің атың кім? Біз ағылшын тілінде сөйлеушілердің қалай айтатынына үйрене беруіміз керек. Осы қысқартылған сөздерге көңіл аудар және үйрене бер, кейін шатастырмасын. Your, his, her. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. Біз қазір тыңдалым дағдысын дамытуды жалғастырамыз. Бар назарыңды тек тыңдауға, субтитрді оқуға және не туралы екен түсінуге назарыңды аудар. Ең бастысы, қазір ештеңені жазудың қажеті жоқ. Түсінбеген сөздер болса да қағазға жазудың қажеті жоқ. Себебі сабақтың соңында барлық сабақта кездескен, керек болған және жаттау керек болған сөздерді беретін боламыз. Where are you going now, princess? Shh. I'm going to be naughty. Oh dear. Oh dear. Бұл қазақша айтқанда құдайым-ау деп айтылатын одағай. Сонымен қатар oh my god деген одағайды білесіздер. Бірақ oh dear деген оған қарағанда сыпайырақ түрі болып келеді. Келесі фраза ол I'm going to, яғни бір нәрсені жасайын деп жату. Бұл фразаға кез келген етістікті жалғастырсаң болады. Мысалға, мен тамақ жейін деп жатырмын деп айтқан кезде I'm going to eat. Мысалға, I'm going to dance. Мен билейін деп жатырмын. I'm going to drink. Мен су ішейін деп жатырмын. Тағы да бір сөз, ол naughty. Яғни аудармасы тіл алмайтын бұзық. Мысалға, a naughty boy, бұзық бала. Ал енді мына сөйлемге қара, сен бұл сөйлемді енді аудара аласың. I'm going to, бір нәрсе жасайын деп жату, be, болу, naughty, бұзық. Мен бұзық болайын деп жатырмын. I'm going to be naughty. Here, this little pop. What frog? Arr! Princess! I am a genius. Genius. Danışpan, гений. Genius. Genius. Arr! Oh, just put them there. Look at them all lined up in a row. Oh, I'm a pirate. oh dear. Енді басынан аяғына дейін мұқият тыңдап, to be етістігін тауып көр. Қай жерлерде кездеседі екен? Where are you going now, princess? Shh. I'm going to be naughty. Oh dear. Here, this little pop. What frog? Arr! Princess! I am a genius. Boo! No. Arr! Oh, just put them there. Look at them all lined up in a row. Oh,
I'm a pirate. Oh dear. Мен сені бірінші сабағымыздың аяқталуымен құттықтаймын. Бұл сабақта танысу болды. Енді келесі сабақтар барған сайын қызықты бола түседі, әрі қиындай береді. Қазір сенің үй тапсырмаң туралы айтамын. Ертеңге, яғни келесі сабаққа не істеп келуің керек? Ең бірінші алдыңда көріп тұрған сөздерді білуің керек. Келесі тапсырма ол айналаңа қарап заттарды атау керек. Яғни айналаңа қарап, мынау сияқты ағылшынша атау керек. Мысалы, үстел басында отырып қаламды көресің және оны ағылшынша айтасың. Бұл менің қаламым, ол қара, ол кішкентай деп қаламды әртүрлі сын есімді қолдана отырып сипаттай бастайсың. Әрине, to be етістігін қолдану арқылы. Мысалға, it is my pen, it is black, it is small. Тура осылай барлық көрген заттарыңды аттайсың және сипаттайсың. Білетін сын есімдеріңді қолдансаңдар болады. Тағы мысалға, бұл менің итім, ол күлкілі, ол сүйкімді. Бұл оның қуыршағы, ол әдемі, ол үлкен. Бұл біздің үйіміз, ол ыңғайлы, таза және жарық. Осылай көп сөйлем құрастырған сайын және көбірек сын есімдерді есіңе түсіріп қолданған сайын өзіңе жақсы. Келесі тапсырма аударуға. Саған 8 сөйлем берілген, бірінші барлығын ауызша аударып шығасың. Ойыңа бірінші не келеді, солай аударасын. Көп ойланбай бірден аударуға тырысып көр. Ал екінші рет аударғанда грамматикалық тұрғыдан қалай аударған дұрыс екені туралы ойланасың. Және мына жерде жауабы. Сонымен қорытынды жасайық және келесі сабаққа не жасау керек екенін еске түсірейік. Біріншісі, берілген барлық сөздерді жаттау керек. Екіншісі, не көрсем, соны айтамын тапсырмасын істеу. Үшінші, сөйлемдерді аудару. Яғни ең бірінші, сөздерді жаттап алып, барлық сөйлемдерді аудару керек. Бірінші рет аударғанда көп ойланбай, бірден аударып көруге тырыс. Және бұны бүгін істеген абзал. Одан кейін екінші рет аударған кезде жазбаша аударасын, яғни грамматикасын түзетіп, ойланып, асықпай аударасын. Оны ертеңде істей берсең болады. Сабақтан кейін бірден не өткеніңді бекіту өте маңызды. Сондықтан қызылмен белгіленген тапсырмаларды сабақтан кейін бірден жасауға кеңес беремін. Тапсырмаларды қуана істейсің деп ойлаймын. Тапсырма көп емес, бірақ өте сапалы әрі пайдалы тапсырмалар. Ал мен сені ертеңгі екінші сабағымызда асыға күтемін. Сенімен бірге болған ағылшын тілінен мұғалімің Қасым Қанатбекұлы. Ертеңге дейін көріскенше.